достар, сәлемен бірге Бюроваз KZ арнасы. Бәріне сәлем. Бұл видеода мен Ла Лига кубогын кім ұтады жайлы өз пікірімді айтып кетемін. Мен 4-ші орынға Севилья құрамасын қоятын едім. Себебі олар мықты құрам бар, бірақ қосалқы құрамда мәселелер көп. Және де олар Хулиан Лопетеги келгеннен бері 4-3-3 үлгісі, яғни схемасымен ойнайды. Менің ойымша олар топтық кезеңде мықты результат көрсететін болса, олар Ла Лигадан 3-ші және 2-ші орынға алып қалуы мүмкін. Себебі Хулиан Лопетеги мықты тактик. Бірақ Севилья құрамасының қазіргі нақты мәселесі ол автобусты ойнайтын командаларды ұту. Егер сондай проблемалар болмаса, мен Севильяны 2-ші және 3-ші орында күтемін. Ал 3-ші орынға мен Атлетико Мадрид құрамасын қоятын едім. Диего Симеоне келгеннен бері ол 4-4-2 схемасымен, яғни үлгісінде ойнайды. Атлетико Мадридті баяғыдан бері кеткен проблемасы ол гол салу. Ол үшін Диего Симеоне Альваро Моратаны алып, Диего Косын алып, бірақ екеуі де көмектескен жоқ. Сол үшін осы жылы Диего Симеоне Луис Суаресті сатып алып, әрине бастамасы жаман емес. Кеше ғана Зальцбургті 2-3 қылып әдемі ұтты. Ал 2-ші орынға мен Реал Мадридті қоятын едім. Ал Реал Мадридтің қазіргі басты мәселесі олар күнтізбеде. Себебі олар келесі айда және осы айда Интермен ойнайды, Валенсиямен ойнайды, Вильярреалмен ойнайды. Және де бұл командаға эмоциональный және физически бұл өте қиын. Және де Зидан ротациясы керек болды. Ротация істегеннен кейін онша емес құрамалардан очко теретуге болады. Енді мен бірінші орынға қойылған Барса или Реалды қоямын ба деп, және де мен Барсаны қоюға шештім. Барселонаны қойдым. Себебі күнтізбесі жеңіл Реалға қарағанда, және де қосалқы құрамда проблема жоқ. Себебі әр ойыншыны замена істеуге болады. Менің ойымша осы жылы Барселона чемпион болу керек. Сіздер қалай ойлайсыздар? Оны комментария жазып кетіңіздер. Қош бол.